Ең қатал аналардың рейтингі. Әр ана өз баласын жаннан артық жас көреді емес пе? Әйткенде де, махаббатын білдіру деңгейі әртүрлі болып келеді. Кейбірі асқан мейірімді болса, енді біреулері үнсіз ғана баласын жас көреді. Ал келесі бір аналар баласының болашағы үшін қатты алаңдап, қатаң тәртіпте ұстағанды құп көреді. Сіз осы аталғандардың қайсына жатасыз? Ендеше жұлдыз белгіңізге назар аударыңыз. 12-ші орын тоқты. Тоқты өкте мінезді, билеп төстегенді жас көретін, бірбеткей тұлға. Өкінішке орай, қызметте, мәнсап жолында ғана емес, отбасында да осы қасиетіне басымдық беріп қояды. Нәтижесінде тым қатал. Баласының әр басқан қадамын бақылауда ұстағысы келетін ана болып шығады. Егер осы әдетін жақсылап басқарып, тек орынмен ғана қолдана білсе, отбасында өзі қалаған нағыз керемет тәртіп орнайды. Ал артық кетер болса, балалармен ара қатынасын бұзып алуы әбден мүмкін. 11-ші орын арыстан. Көшбасшылық қасиетін көпке паш етіп жүретін белгілердің бірі. Соған сәйкес, арыстан аналарда баласының айтқанынан шықпауын, дегенін екетпегенін қалайды. Осы қалудың нәтижесінде қатал отанасына айналып кетеді. Көбінесе балаларының бос уақытын тиімді пайдалануға, пайдалы нәрселер үйренуге баса мән береді. Бұл ретте баланың қалауын ескермей, өз талабын қаталдықтың көмегімен жүзеге асырады. 10-ші орын бикеш. Баланы шектенсіз бейбектеп, қамқорлықты асыра сілтейтіндердің қатарында бекештер де бар. Олар баласын қатты уайымдайды, ертең үшін алаңдайды. Оны жер әлемдегі барлық қауіп-қатерден сақтандырғысы келеді. Баласының физикалық және ақыл ойының дамуына баса назар аударады. Осы қамқорлығын жүзеге асыру мақсатындағы әрекеттері автоматты түрде қаталдыққа қауласады. 9-ші орын саршаян. Балаларына шектен тыс талап қоятын аналардың ішінде саршаяндар да бар. Олардың дүниедегі бар жақсы менің баламда болса екен деген тілегі бар. Саршаян ананың тағы да бір арманы өз перзентінің өзгелерден оқ бойы озып тұруы, алда жүруі, ең тәрбиелі, ең білімді, ең мықтысында атақтарға ие болғаны. Осы арманын орындау жолында баласын көп нәрсені үйренуге, меңгеруге мәжбүрлейді. Әрине, бұл үшін біраз қатаңдық пен қаттылық керек. 8-ші орын мерген. Мерген аналар менің баламды ешкім өзінен артық білмейді деген пікірде. Олар да перзентінің қателікке ұрынып, таутасқа соғылғанын қаламайды, сондықтан барынша сақтандырып отыруға тырысады. Бұл үшін баланы үнемі бақылауда ұстау керек деп біледі. Осы ретте өсіп келе жатқан жеткіншектің пікірімен санаспау, оны өз талабына көндіру секілді әрекеттер орын алатыны және өз дегенін болдыру үшін біраз қатал болуға қажеттілігі анық. 7-ші орын тәуішкі. Тәуішкі аналарды тым қатал деуге келмейді, алайда оларда баласының бүгіні мен ертеңіне қатты алаңдайды, сондықтан бақылауда ұстағысы келеді. Тек мұны білдіртпей жасауға тырысады. Ол баланың шешімдері мен әрекеттеріне барынша бостандық берген кейіп танытады, бірақ өзі сырттай бақылауын тоқтатпайды. Қажет кезінде жымын білдірместен жөнге салып жіберуді көздейді. Мәселен, үйде баласының күнделігін тексермеуі мүмкін. Алайда мұғалімге қоңырау шалып, үлгерім мен тәртібі жөнінде сұрауды ұмытпайды. 6-ші орын торпақ. Торпақ аналар үшін отбасы мен бала бірінші орында тұрады. Ол үй үшін жылуға, махаббат пен қамқорлыққа, түсіністік пен үйлесімділікке толтыруды дұрыс санайды. Сондықтан үлкеннің де, кішінің де пікірмен санасу, оларды тыңдап, түсіну үйреншікті әрекеті. Балаларын көбіне ойын еркін жеткізе алатын, өз бетінше шешім қабылдауға қабілетті тәуелсіз тұлға болуға тәрбиелейді. Алайда, анда-санда болсын, артын тексеріп қоюды естен шығармайды. 5-ші орын балықтар. Баланың басқан ізін аңдып, оны қаталдықпен өз дегеніне көндіруді құп санамайтын аналар да бар. Олардың көшін балықтар бастап тұр. Өмірге философиялық көзқараспен қарай білетін жандар барлығына сабырлық таныта біледі. Баласы төмен бағалса да, төбелесіп, тізесін жыртып келсе де, бір нәрсені үйренуден бас тартса да, бәріне жауабы бір: жарайды, ештеңе етпес. Тек шектен шыққан еркелігін көтере алмауы мүмкін. Бала қырсығып, орынсыз қыңырлық танытқан жағдайда ғана аздаған қаталық көрсетіп қоятыны бар. Таразы. 4-ші орын. Таразы аналар баланы ерте жастан тәуелсіздікке, дербестікке тәрбиелейді. Себебі ол қазір кішкентай болғанымен бір күндері ер жететінін, немесе бой жететінін, ата-анасынан бөлек күн кешетінін, сол кезде еркін тұлға болуға тиіс екенін естен шығармайды. Сондықтан баланы бақылауда ұстауға, қаталдық пен өз дегеніне көндіруге талпына бермейді. Оның орнына өзіне сенімділігін, жауапкершілігін, логикалық ойлау қабілетін, өмір сүруге қажетті барлық қабілеттерін қалыптастыруға күш салады. 3-ші орын
Шаян. Шаян аналардың балаға деген махаббаты шексіз. Балалар да оны қатты жақсы көреді. Соның арқасында бір емес, топ баланы бірден үйіріп әкете алады. Оларға айтқанын жасату, дегеніне көндіру үшін қаталдықтың, талап етудің мүлде қажет те болмай қалады. Баламен дұрыс қарым-қатынаста болғанына махаббаты, мейірімі, түсіністік, әділдік пен адалдық көмегіне қол жеткізеді. Екінші орын – егіздер. Егіздер белгісіндегі аналар баласына тек ана ғана емес, дос та болғысы келеді. Ол перзентін әр жаза басқан үшін жазалауға, қателескен үшін ұрып төмпештеуге дайын тұрмайды. Ондай жағдайларды сабырмен шешуге, балаға өз қателігін ақылмен, жаймендеп түсіндіруге тырысады. Баласын тыңдауға, онымен ой бөлісуге, ақыл кеңес беруге қашанда уақыт табады. Осылайша сеніміне ие болу арқылы тәрбие беруде қаталдықтың қажеттілігін жояды. Бірінші орын – су құйғыш. Су құйғыш аналар үнемі ізденіс, даму үстінде жүреді. Бала тәрбиесінде де дәл солай. Олар баланың жанын түсінгісі келеді. Қалауын, ойын айтқызбай-ақ білуге ұмтылады. Баланы тәрбиелегің келсе, бірінші өзіңді тәрбиеле деген ұстаным ұстанады. Осы ұстаным үдесінен шығу үшін бала тәрбиесі туралы білім ізденуден жалықпайды. Нәтижесінде баламен арақатынаста ешқандай қаталдықтың қажет тумайтын. Бала жан өзінен де артық түсінетін, айтқанына көндірудің қатал талабын қоюдан басқа да түрлі тәсілін білетін. Жай сөзбен айтып-ақ, жетесіне жеткізе алатын нағыз психолог ғана болып шығады. Құрметті көрермендер, сіздер қай белгіге жатасыздар? Сондай-ақ келіскен қызықты деректермен келісесіздер ме? Пікірлеріңізді тағатсаны күтемін. Аман, сау болыңыздар.